Ассалаумағалейкум, құрметті достар, біз мінекей Қосағал Тірсек ауылына келдік. Менің бүкіл балалық шағым осы жерде өткен. Мына менің класстасым, аты кеттік. Біз 1995 жылы осы Қосағал Тірсек деген ауылға көшіп келген болатынбыз. Менің балалық шағым өткен үй мына ағаш қана қалыпты. Жұтта қалған бақсының моласындай жалғыз ағаш қана тұр. Мына фундамент қалған екен. Нағырсы өгөніп жатыр, темір. Мына жерде бірыңғай үйлер болған, көше біреуде қалмаған екен. Не деген масқара. Несем оны? Сіздік па? Бар музыка қоямыз. Бәкені Мәди бауырым ырымдап кіріп шалып жатырмын біздің. Қазір Алтысар ауылында Құдай қаласа үй салам деп отыр. Сол жерге ырымдап саласын. Мына Абай көшесі. Мынау жақ Хутор деген көше. Сол Хуторда да бір екі үйде тұрғанбыз. Қазір сол үйлерге барамыз. Сосын мектепке барамыз. Бізбен бірге бол. Пока пауза бар. Жерде Индира Ганди деген кісі тұрған. 22 иті бар. Міне. Мына үйде Шалдыбай ағам тұрды. Одан кейін Қанат класс алып тұрды. Жерде контор болды, е? Конторда что не смотрелся. А проехал вот контор. Вот это контор, да? Ага. Ана шығып тұрған стол қасында үлкен дөңгелтұра болған. 400 адамға залы бар. Қазір орында жоқ. Міне біздің ауылдастар Әділбек, Асылбек деген бауырларымыз. Қашаш қалдыңыз қой? Охраннигі Витя бауыры бізге жатыр. Қазір мектеп. Мынау жерде біздің апайымыз тұрған. Алтын апа. Мынау мектеп. Міне, осы мектепте 4-ші класстан бастап 11 бітірген. Мына жерде соңғы қоңырау оқылған. Кімді? Кеттік. Ассалаумағалейкум. Мына жері раздевалка болған. Ашылмайды ғой. Мына раздевалка. Но бұл жерде Раштағы күрестен берді ғой бізге. Химия кабинеті өсті, е? Лаборатория болды. Химия кабинеті. Бісміллә, отыраға келген әділі. Шеттелге бола ма деп? Апай шеттелге бола ма? Апай сабақ айту бола ма деп? Міне, осындай ыстық болады серуында. Өзің оқыған жердің. Жүрегім ауырады, қара. Üstüge anda жақта не бар? Анда қандай кабинет еді? Физика?
Әпеде мектеп қазір істемейді. Жабық тұр. Бұл қашан жабылды башы? Өзі 2 жыл болды, я? Или 3 жыл болды ма? Қазіргі таңда мектеп жабылып істемейді. Қазақ тілі кабинеті. Осы кабинет не түсіме көреді? Білмеймін. Осы кабинет, сосын химия кабинеті. Не, мына учительский ма бірдеңе болды ма? Не болды? А, библиотека болды, я. Мына компьютер әкеліп еді ғой бізге. Информатика кабинеті. Ал. О, пирожки пісіретін жер ғой. Сен келдің ба? Жоқ, мынаны айтам. Мына жерде пирожки пісіретін. Райшылдайынан кабинеті ғой, 4-ші кабинет. Орыс тілі. Орыс тілі кабинеті. Өше тұрып, мен орысша білмеймін. Сабақ айтпесе, не учиш деп тұратын. Не учили деген. Ya, 3-ші кабинет. Так. Мынау қандай кабинет? Математика кабинеті. Так, мынау. Кабель. Кімдікі? Молдабаев Аян. Молдабаев Аян. Бәрі Аян ғой. Журналда болды. Bir adam. Мына қазақ тілі кабинеті емес пе? Әдебиет па? Тарих, иә? Міне, осы жерде біз оқып білім алғанбыз. Мына музыка кабинеті. Осы жерден алғашқы өлең айтып қолға микрофон алғанбыз. Қазір спортзалға барайық. Мектептің жағдайы өте мәз емес. Авариялық жағдайда тұр. Жақын арада бұзылуы да мүмкін. Жоқ болған екен, жақтан берейік. Мектебі мынау классың осында. Бойы классың. Қардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Мына жерде пирожкиді жүрміз. Мынау учительский, да? Мында не болды ғой? Труд, сабақ.
технология. Мына жабық екен. Бір сол жабық па? Бисмилля. Мына жақ енді өте аянышты жағдай тұр. Сен ашамыз ба? Көршінің боғсас кеткен. О! Кейін шешілетін жер. Мына раздевалка. Мына матрастар бар. Шіріп кетті. Да. Ал. Көршін балғас кетті. Чё, Мади? Айтасың мектепке. Что скажу? Все, закончилась школа. Будущее есть школа? Будущего нету. Мына жақта актовый зал, столовый болды. Біздің выпускной вечер өшірдік. Выпуск 2004, біз 2003. Бізден кейін білелі. Мектеп тойлаған. Содан кейін жабылғанға. Ана сахнада ең алғашқы әнімді айтқан. Осы сахнада айтқан. Ең бірінші қолда болдырады. Өз балаңнан артық бала бармана деп. Al-Farabi. Міне, осы сахнада тұрып, ең алғаш қолыма домбыра ұстап өлең айтқам. Домбыра жоқ я қалтаңда? Домбыра? Қалтаңда. Что, изменилась школа? Ага. Жоқ, сол қалпында бәрі. Кегізейген, кереге сала. Мына шкаф қалай тұрса, мектепте солай тұр қазір. Құлайын. Олар қалар жүрміз. Байдал. Bunu böyle. Mine биыл біздің мектеп бітіргенімізге 20 жыл болған. Өкінішке орай мектепке келіп қойдай алмаймыз. Мына мектептің қуысы бұл жақтан ер балаларға таныс, жігіттер жағы бұл жақты біледі. Осы жаққа шығып ана котельный болған ана жерде. Котельныйге барып темекі бұрқырады. Ел болам десең бесігімізді. Біз қазақ кең пейілді халықпыз ғой. Сондықтан осындай ауылдарға көп қолдау қажет етеді.
бүткүлден сау болуңуз, күлдөрүңүз баарыбыз майлы ушундай. Ендеше ауылга көңүл бөлүп алып кеттик. Кош бол мектеп аяулым ардактым дейм. Ана жерде үйлөр болгон. Кимдин үйү турду бул жерде? Мына ауылдың ең бір өкініштісі Украинада Донбасс сияқты. Мариуполь сияқты. Дағасыз. Қаншама 95-ші жылы біз осы ауылға көшіп келген кезде ыстық су, мұзай су үйде болатын. Туалет, ванна үйде болатын. Поселок городского типа дейді ғой. Сондай болған бұл ауыл. Өкінішке орай осындай жағдайға түсті. Мына жерде Алматы жүріп Сіздікі ба? Алмат деген кластасымыз міне осы жерде тұрған екен. Ана жерде болды баня. Дом культура мынау ғой міне. Дискотека, помнишь? Мынау клуб болды ғой. Мына жерде. Мынау. Мынау дискотека өтеді, мынау кішкентай ғана клуб. Ал бұның алдында қазір дом культураны көрсетемін. Мына дом культура болған, мына жерде үлкен районный дом культура мен бірдей. Міне, соның қалғаны 3 стол болған қалған екен. Басқасының барлығы жерімен түп-типі болған. Қазір дом культураның маңайында адамнан көрі комбайндар өлең айтып тұр. Мына мектептен мен үйге апаратын жолға баратырмыз қазір. Біз Терсек ауылына көшіп келген кезде мана көрсеткен бірінші центрда тұрдық. Одан кейін Хутор деген ауылға барғанбыз қазір. Ауылға деп көшеге. Сол үйлерге барамыз қазір. Мына жолдарда менің ізім қалған. Бірге сал. Асқар ауып көткен жер. Не ма? Жол жоқ. Негізінде мына жерлермен біз үйге баратынбыз. Көше болған бұл жер. Жол болған. Ол жолдарға да кеткен. Ана жерде бір үй тұр екен живой. Украинадағы Мариуполь бақытты шығар. Бұзып тастап қайтып жөндеп жатқан. Ал мынау ауылдар енді жөнделмейді. Тіке жүре бер. Тіке жүреміз жерді бұрылады. Хутор екеу қозы. Екеуінде де тұрғанбыз. Көмеге. Что-то будет вообще. Ну, это Азамат Ерденов жил, помнишь? Уже, да? Ага. Мына Байдалинский, по-моему, жер. Анау Гасымсыз тұрған жерде менің. Олар Байдалинский жер. Опа. Что там защита? Что говоришь? Один жаман стояли. Үй болған, жалпы үй емес, көше болған бұл жерде. Самый хороший престижный район болған. Рублевка. Алау үйлерді қарасайшы. Алау да? Бабушка. Жаслан тұрды ғой мұнда. Әлі тұра ма? Кім тұратын дәл? Міне мынау ғой менің үйім. Қасына тоқта. Ты вот здесь же 9 переехал же отсюда? Осы жерден бітірдім ғой мектепті мен. Соңғы осы жерден көшіп. Помнишь, зиму у тебя гуляли? Құрметті достар. Мен міне осы үйде тұрып, осы ауылдан көшіп кеткен. Бұның да фундаменті ғана қалған екен.
қайран өмір-ай. Жоқ. Ана бірінші үйден алдық қой, жарайды. Дом большой, да, қараш? Үлкен, е? Ой? Аку дейін ба? Екі ғой. Осы ауылда біз 3 үйде тұрғанбыз. Қазір сол 3-ші үйге бара жатырмыз. Сен команданы нормально, да? Ауылда тек қана міне осындай шаруашылықпен айналысатын кісілер ғана қалған. Шөп шауып мал ұстайтын. Камыши, помнишь, футбол там играли? Қамыстың үстінде банды ойнайтынбыз. Тығылып. Қамыс өте үлкен қамыс. Бұл жақта қой кезек қой бағатынбыз. Ана жақта котлован бар еді ғой? Ага. Взрывной котлован болған. Ана котлован, ана жерде суға түсетінбіз. Надо приехать на Сачевку, все, не спеша. Жерде Курията деген орыс тұрған. Мына жерде де бір орыс тұрды, атын ұмытқан. Міне, мына менің үйім ғой, тоқташы. Тоқташы. Видео кім бар екен? Сағат. Ашы. Мынау да бір үлкен көше болған. Мына менің үйім. Мына жерде асфальт болған, асфальттың өзі құм болып кетті. Бұл жерде Мәлік аға тұрды, Айгерім деген менің класстасым. Заводды бар отырған трубалар қалып тұр. Қайтам. Ана біздің қораның артында үлкен кирпич заводы болған. Қазақстандағы мықты кірпіш шығаратын заводтардың біреуі. Қазір орнында жоқ. Погреб. Ага. Міне осындай. Тұтас кірпіш бар ма? Что такое тұтас дейсің ба? Тұтас целый, это целый. Жоқ шығар целый. Целый табыла. Міне бар ғой целый. Құмырсқан үйлері бар екен. Ол ғой. Мағаныздаршы. Ап-ауыр мықты кірпіш. Маған балғамен ұрыстындыра алмайсың мына кірпішті. Үлкен екі хутор көшесінде екі ақ үй қалған екен. Абайдың үйі мына. Абай үйіңді көрдің ба? Зимой ролики, зайцев много. Погода келек зимой. Жаңағы көшемен жүре өт бұлар.
Мына жерде жалғыз үй ғана аман қалған. Аман келді бауырымыздың үйі. Конечно. А сенге тірсек туралы не айтасың? Тек тұру не айтам. Душа болит, допустим. Не айтам. Слов нет. Скажи нам, екі семья керек ауылға. Мынадай ұсыныс бар. Егер де ауылға шын жанашыртын болса, үкіметтің оңтүстікте қазақтарымызда осындай жерлерге көшіріп әкелсе, қандай тамаша, жақсы болар еді. Солай емес? Да. Школа, чтобы заработала. МПП, МПП. Сейчас идет, тем более, год совхоза, да? Да, ауыл жылы. Мынау ұлы Абай көшесі. Абай Құнанбаев атындағы көше. Көшеде жылқы жүр. Көшеде адам жоқ. 5-6 адам ғана. Қайсы? Не может, Бопты не? Мына мен бетін ашып қой. Бопты қыз ба? Текетектің қай жер? Вот нашел все. Тикетик не его. Ербол классасымыздың үйі. Ербол Ташкент үйі қалып қойды артта, жаңа? Анау жерде Мынау. Видите, анау Міне ауылда қалған адамдар осылар еді. Ауылдың сыртқы көрінісі. Мына жақтарда үйлер аман екен енді. Зираттың басына бара жатырмыз. Өткендерге Құран оқып өтейік деп. Мектеп сыртқы көрінісі. Осы жерлерден темір жинайтық баяғыда. Свалка оны. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا كريم جلالة وجهه سبحان الله تعالى. Осы Құран-ы Кәрімнен болған сауаптарды бақсет сүйікті пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам рухы шәрифіне және осы қорын жатқан күллі мүмин мұсылманның рухына бағыш етті. Я Алла, марқұмдардың жатқан жерін жайлы топырағын торқа етіп біліп түрме жасаған қателік кемшілік пенделік болса өзің рахметің өліп алтын жарық қылып иман көрген айлығын бере көр. Раббана атина фи дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Адам баласы 300 топырақ саламыз. Біздің пайғамбарымыз үйретіп кеткен өзінің дәстүрі бар. Бірінші уыс топырақ салған кезде Алла тағала бізді осы топырақтан жаратқан үшін деп сұрады екенбіз. Екінші уыс топырақ салған кезде, ей Алла тағала, ертең бәрімізді осы топыраққа қайтамыз деп салады екенбіз. Үшінші уыс топырақ салған кезде, я Раббым Алла, ертең қиямет күні махшар алаңында сен бізді осы топырақтан қайтадан оятасың деп салады екенбіз. Тоққа ұрады ғой. Былай кетесің. Мына жерде біз қой шығарып қой күтетінбіз. Бүгін сиыр қойдың бәрі өрісті. Осы жерден шығады, кешке ел болып, осы жерден күтіп аламыз. Мынаның артып парк ем жер, больницаның артып парк мына жерде шағын парк болған. Шаш өсіп кеткен балалар сияқты екен. Ағаштарына қарасақ. Алсу. Biraz falan konuş продавать. Бұл жерде бір-екі тоқталған екен. Мынау парк міне. Вот парк больница. Анау екі фишка тұрған ХПП. Мынау ауылдық аурухана. Әлі үкіметтің балансы тұрса керек. Біз оғыр әлі ұқсат бермекті. Арқасы ғана тірек. Анау да жоқ па? Ал, құрметті достар, осымен біздің Тірсек ауылына жасаған саяхатымыз өз мәресіне жетті. Қолда келгенше біразын түсірдік. Әрине, өкінішті көңілге өте жайсыз көрініс. Бірақ амал қанша бұл ауылдың қасында қаншама мемлекеттер құрып өтіп жатыр. Ең бастысы ел аман жұрт тыныш. Аман болса ел ұшында ел жаңа. Мүмкін алдағы уақыттарда бұл ауылдарда әлі бой көтеріп бір арқасын кеңге жаяды деген сенімдеміз. Ауылымыз гүлдене берсін. Давай, я тоже.